Неге ұстаздар жаңа джиптарға мініп алған дейді. Арабтар ақша бере ма әлде халықтың ақшасын жеп жатыр ма дейді. Енді менің астымда джип жоқ, Nexi көлігі бар. Енді айтып жатқан Арман ұстаздың астына біреу жаңағы көлік әперіп жатыр, Қабылбек ұстаз бар. Мініп жүргендерін, видеоға түскендерін көріп, сөз қылып айтып жатқандарымыз бар ғой. Мінсін енді. Ұстаздарымыз мінбегенде кім мінеді? Халыққа ұлағат ұстаздар, халыққа дінін тарқатып жатыр. Ұстазға материалдық тұрғыдан көмектесу дұрыс, бірақ бұдан да алдын тұрған нәрсе, ұстаздың алдында отырып дәріс сабақ алса, бұл ұстаздың ақыретіне көмектескен, дүниесіне көмектескен адам болып есептелінеді. Сондықтан Алла разы болсын баршамызға, ұстаздарымыз жарқырап жүре берсін. Ұстаздарға ол көліктерді арабтар алып беріп жатыр деген әңгіме қайдан шықты деп ойлайсыз? Арабтар емес, өзіміздің бай бақуат, жомарт, намазхан бауырларымыз бар. Мысалы үшін Арман ұстазға да сол Шымкент жамағаттың ішінен бір жігіттер әперіпті деп естіп жатыр. Қазақта айтады, ішін күйсе тұз жала дейін, не істейміз енді.